Назаров медиа орталығы сіздерге музыка әлемі бағдарламасын ұсынады. Сіздермен болатын мен Марал Асхатқызы. People keep talking, they can say what they like, but all I know is everything's gonna be alright. And no one can get in the way of what I'm feeling. No one can get in the way of what I feel for you. Get in the way of what I feel for you. Иә достар, өздеріңіз бағана тамашалағандай, яғни бүгін Алиша Кейстің No One әні болмақ. Алиша Кейс, яғни Аугелла Кук 1981 жылы 25 қаңтарда Нью-Йоркте дүниеге келген екен. Яғни американдық ритм және блюз әншісі, пианист және композитор. Сол және нео сол және 15 Грэмми сыйлығының иегері екен. Алиша Кейс Боб Диланның жұмысында, яғни тікелей айтылғандардың бірі болып табылады. Рок-музыка тәндерінің бірінде, яғни Алиша Кейстің балалық шағы туралы ойласам жылап жібермеймін деген сөздерді айтқан екен. Журналистің сұрағына Дилан Кейстің Грэмми рәсімінде өнер көрсеткенін көргенде, яғни бұл қызда маған ұнамайтын ерекшелік жоқ деп өзінің ойын айтқан екен. 2005 жылы Алиша Кейс Нью-Йоркте Лонг-Айлендте орналасқан The Oven Studio дыбыс жазу студиясын ашқан екен. Ол студияны шығармашылық серіктесі, яғни Керри Крусел Бразерспен бірге иеленді. Студияны Джимми Хендрикстің Electric Lady Studios дизайнері, яғни атақты сәулетші Джон Сторик жасаған. Яғни Алиша Кейс осы ағайындылармен бірге Крусел Кейс Enterprises компаниясының негізін қалаушылар болып табылады. Бұл екі, яғни Алиша Кейстің өзінің сәтті альбомдарын жасауға және де басқа әртістер үшін музыка жасауға көмектесті. Алиша Кейс сонымен қатар Барак Обаманың сайлау науқанына қатысып, басқа әртістермен, яғни тақырыптық әндер жазған. 2016 жылы Алиша Кейс UEFA Чемпиондар лигасының финалының ашылуында өнерін көрсеткен екен. Иә достар, енді жасөспірім Алиша Кейске оралатын болсақ, ол 1998 жылы, яғни импресарио Клайв Дэвиспен кездескен екен. Ал онымен, яғни келісімшартқа отырды және Arista Recordsқа жұмысқа алған екен. Дәл Дэвистің ұсынысы бойынша 16 жасар орындаушы Кейс сахналық есімін алды. Содан кейін Кейс өзінің дебюттік альбомын шығарады. Иә, достар, небәрі 16 жастағы Алиша Кейс өзінің атына 16 жасында ғана ие болған екен. Сол себепті өздеріңіздің пікірлеріңізді қалдыра кетіңіздер, біз үшін өте маңызды. Иә достар, өздеріңіз жаңа көргендеріңізді, естігендеріңізде No One әнін Алиша Кейс, яғни ағайынды Керрилермен бірге жазған екен. Осы ән, яғни Алиша Кейстің әні MTV News Канадаға шынымен қарым-қатынаста болу туралы және айналаңызда үнемі сізді алаңдатуға тырысатын көптеген нәрселер туралы айтады. Ал адамдар сөйлесіп қалағанын айталар дейді. Бірақ ол кезде оған ешкім тосқауыл бола алмайды деп өздерінің пікірлерін қалдырған екен. Кейс бұл өзін-өзі жазған, яғни өзін-өзі жасаған ән екенін айтқан екен. Бұл альбомға жазылған соңғы әндердің бірі болды. Ән алғаш рет 2007 жылдың тамызында өзінің ресми веб-сайты мен фан-клубындағы ақпараттық, яғни бюллетенге әнге арналған бейнені қосқаннан кейін жаңа таратылған екен. 2007 жылы 10 қыркүйекте ресми түрде шығарылды. Және 29 тамызда Атлантадағы WBE арнасында радио премьерасы болды. Кейс Freedom No One комбинациясын орындады. MTV Video Music 2007 жылы арасындағы Джордж Майклдың 90, яғни марапаттауларында Лил Ким, Дэмиан Марли, Джуниор Брит, Бинни Ман, Барби және Кен Уэст қатысқан әннің ремикстеріне
қатарына қосылған екен. Ресми ремикстің бастапқы нұсқасымен басқа, бірақ соған ұқсас бит бар және рэпер Кесидің ерекшеліктері бар деп өздерінің пікірлерін Swiss Beats жазып кеткен екен. Just want to go. Сіздерге ұнады деген үміттеміз. Келесі кездескенше күндеріңіз сәтті болсын. Достар, біздің Facebook, YouTube және Instagram желілеріне тіркеліп, өздеріңіздің пікірлеріңізді қалдырып кете аласыздар. Сіздермен болған мен, Марал Асхатқызы. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын.